Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Жанат. Бүгін мен сіздерге жираф деп аталатын керемет дәмді творожный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды және 120 грамм қантымызды қосып, вилканың немесе венчиктің көмегімен жақсылап қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Араластырып алып болғаннан кейін ерітілген 120 грамм сары майымызды қосып, тағы да біркелкі масса шыққанша араластыратын боламыз. Сары майдың проценттілігі немесе жаңағы қай фирманікі екені маңызды емес. Жақсылап араластырып алғаннан кейін 300 грамм ұнымыздың үстіне шай қасықтың толтырып бір шай қасық ұн қопсытқышымызды қосып, оның үстіне үлкен ас қасықпен 3 ас қасықтай болатындай қылып какаоымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз қасықтың көмегімен. Одан кейін біздің жаңағы сұйық массамызға бөліп қосу арқылы, видеода да көріп тұрғандарыңыздай араластыру арқылы біз қамыр елеп алатын боламыз. Қамырымыз міндетті түрде эластичный болып, видеода көріп тұрғандай елену керек. Холодильнигімізге аузын жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді қамырымыз дайын болғанша ыдысымызға 3 жұмыртқамызды және 100 грамм қантымызды қосып, лопатканың немесе қасықтың көмегімен жақсылап жұмыртқамызды езіп араластырып аламыз да 500 грамм ұнымызды 20%-тік 200 грамм қаймағымызды қосып, оның үстіне үлкен ас қасық пен 3 ас қасық жүгері крахмалын қосамыз. Егер сізде жүгері крахмалы болмаса, жаңа картоптың крахмалы немесе ұн қоссаңыздар да болады, бірақ 3 ас қасық болуы керек. Міндетті түрде творогтарыңыз езілген болу керек, қатты жаңа жуан емес. Себебі араластырған кезде бәрі біркелкі массаға түсу үшін. Араластырып алғаннан кейін біз холодильниктегі жаңағы қамырымызды шығарып аламыз да, оның аздаған бөлігін алып қаламыз да, қалған бөлігін оқтаудың көмегімен жақсылап жайып алатын боламыз. Мен же осында кальцияға салдым. Егер өздеріңіздің қалаған жаңа формаларыңызды жасасаңыздар болады. Салып алғаннан кейін міндетті түрде мен сияқты кружканың көмегімен тегістеп артық жерлерін пышақпен алып тастайсыздар. Енді қалған жаңағы алып қалған артық бөлігін тағы да жаямыз да, осындай өздеріңізде қалаған формочка болса, формочкалармен немесе қолдың көмегімен жаңағы бетіне, пирогтың бетіне қосқанға алып қаласыздар. Дайын болған массамызды құйдық, оның бетіне жаңағы жайылған біздің формаларымызды ортасынан бөліп, жұлдыз формамыздың ортасынан бөліп бетіне қоятын боламыз. Енді қызып тұрған пешімізде 50-55 минут пісіріп аламыз. Пісіріп алғаннан кейін міндетті түрде толықтай суытып алыңыздар, содан кейін барып бірақ турасаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Жанат. Каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.